студентпен қалай сөйлесу керек? Ең басты ереже ол үндестік заңы деп есептеуге болады. Тіл үйренушілерге еш кедергі жоқ. Өйткені ол халыққа қызық етеді. Қызығушылығын ояту үшін қандай әдіс-тәсілдер қолдану? Яғни келдік деп айтатындар бар. Біз келдік деп айтатындар бар. Оны дұрыстап отыру керек. Оны дұрыстап отыру. Қайырлы күн, құрметті достар. Қазақтық подкастының жүргізушілері Жан мен Милан. Бүгінгі күннің тақырыбы қазақ тілін үйренудің жолдары. эфирде мектебіміздің мұғалімдері Жана Егенбайқызы және Жұлдыз Құрманғызы. Сәлеметсіз бе, құрметті ұстаздар? Бүгінгі күн. Сәлеметсіздер. Құрметті ұстаздар, бүгін біз сіздерге сұрақтар қоямыз, ал сіздің міндетіңіз сұрақтарға ашық айтасыз және сіздің ойыңыз бірінші сұрақ. Қазіргі таңда жастардың арасында н мен н, кейде к мен қ дыбыстарын кете ауыстырып айтатындар көбейіп кетті. Бұның себебі неде және осы мәселемен қалай күресуге болады? Қазақ тілінде ең басты ереже ол үндестік заңы деп есептеуге болады. Өйткені мысалы математикада біз көбейту кестесін білмесек, есеп шығару бізге қиын болады. Сол сияқты біз үндестік заңын білу міндетті. Соның ішінде үндестік заңында бізде қазақ тілінің сөздері жуан және жіңішке болып бөлінеді. Ол дауысты дыбыстарға байланысты. Мысалы жуан сөздерге қ дыбысы қолданылады, жуан сөздерде, жіңішке сөздерде к дыбысы қолданылады деген сияқты. Сонымен қатар мысалы н, н және ң дыбыстарының айырмашылығы, енді ң дыбыстары қазақ тілінде кейбір сөздерде қолданылады, ол сөздерді жаттап алу керек. Және де бізде ң дыбысы ілік септігінде және екінші жақтың жалғауында қолданылады. Сонымен қатар бұл жаңа н, ң және к дыбыстарының өткір мәселені айналып кету себебін айтсақ, себебін келтірсек. Мысалы біз телефонда хабарламалар. Сол кезде біз қазақ тілін таңдамаймыз, яғни қазақ тілді пернетақтаны көбісі қолданбайды. Мысалы, қашан келесің деген сұрақты қашан келесің деп жазуы мүмкін. Ондай сөздер көп кездеседі. Көп жерде оқып жатамыз. Яғни бізде қазақ тілді пернетақтаны қолданбауымыз осы кәдімгідей мәселеге айналып бара жатқан сияқты себепке. Енді бұнымен күресудің жолдары дейміз. Мысалы, біз мектепте өзіміз қалай қолданамыз? Балаға күнделікті жаттықтыру керек. Күнделікті жаттықтырамыз. Бір дәптердің бір жағына н дыбысы кездесетін сөздер жазылса, екінші жағына ң дыбысы кездесетін сөздер жазамыз. Яғни ң дыбысының тағы бір ерекшелігін айтып кетеміз бұл жерде. Ң дыбысы сөздің басында кездеспейді. Сонда бір ерекшелік ретінде айтып кетеміз. Қ мен к дыбыстары жайында солай. Әр дыбыстың ерекшелігін бала білу керек. Сонымен қатар күнделікті жаттығу керек. Ауызша тілінде де, жазбаша тілде де ол екі формада да бала бірдей қолдану керек. Қ, к дыбыстар. Яғни келдік деп айтатындар бар. Біз келдік деп айтатындар бар. Оның дұрыстап отыру керек. Күнделікті оны дұрыстап отыру мұғалім тарапынан да, ата-ана тарапынан да, қоршаған ортасынан да сұралады. Мен сіздерді келісемін. Рахмет. Елордалық Максим Пулхай Қазақстанда тұратын әр адам міндетті түрде қазақ тілін үйрену керек деген ұстанымда. Ақсу қаласының тумасы қазақ тілін бірінші сыныптан бастап үйрене бастапты. Уақыт өте оның тілге деген қызығушылығы арта түскен. Мәке атанып кеткен Максим қазақ тіліне деген қызығушылығында мұғалімдер оятты дейді. Сіздің ойыңызша мұғалім оқушының қазақ тіліне қызығушылығын ояту үшін қандай әдіс-тәсілдер қолдану керек? Енді бізде мұғалімдер, мысалы біз бірінші бастауыш сынып болады бізде, және орта буын және жоғары сыныпта. Мысалы бастауыш буында біз көптеп ойын түрінде өткізуіміз керек, сабақтарымызды балаларға әртүрлі ойын түрлері арқылы осы тілге деген қызығушылығын оятуға болады. Тағы да мысалы бізде қазір
TikTok деген әлеуметтік желісі бар, Instagram әлеуметтік желісінде көптеген тіл үйренуге көптеген трендтер қолданылып жатыр. Сол трендтер арқылы үйретуге болады, қызығушылығын оятуға болады. Және де бізде мысалы екі тіл білу, қос тілділік деген мысалы тіл білу дегеніміз ол өте қазіргі кезде сәнге айналып жатыр. Сондықтан осыған байланысты әдіс тәсілдерді қолдануға болады. Сонымен қатар тіл үйренушілерге еш кедергі жоқ. Тіл үйренушілерге барлығы қолжетімді, барлық материалдар қолжетімді дейміз. Сонымен қатар мысалы жұмыскерлердің өзі тіл үйренеді, әртүрлі мекемелерде, органдарда, зауыт цехтарда кәдімгідей әкімшіліктің қазақ тілі бөлімі әр жоспар бойынша тіл үйретеді, яғни жұмыскерлер де өздігінше тіл үйреніп жатыр. Бұл жерде ауызекі сөйлеуді үйретеді, сонымен қатар ресми стильде, яғни құжаттарды жүргізу тілін үйретеді. Мысалы біз келтіретін болсақ, халыққа қызметкер көрсету орталығы десек, мысалы соны бұл жерде қызметкерлер, яғни жұмысшылар алдына келген мысалы қызмет сұраушымен, яғни клиентпен қалай сөйлесу керек, қазақ тілінде сөйлесу керек. Сонымен қатар олардың қолданатын құжаттарының барлығы қазақ тілінде болу керек. Соның барлығын меңгеріп тұру керек қызметкер. Соның барлығын меңгеріп дұрыс жеткізе білу керек. Өйткені ол халыққа қызмет етіп жатыр. Тағы да әдіс тәсілдерді айтып кетсек, түрлі мобильдік қосымшалар бар. Оның бір-екеуін айтсақ, мысалы тіл құрал, сөйле деген қосымшалар бар. Оны біз телефоннан, мысалы Play Market, App Store командаларында біз осы қосымшаларды жүктеп алып, оларды оңай үйрене аламыз. Ол жерде бейне материалдар, сюжеттер, мультфильмдерден сюжеттер қазақшаландырылған, түрлі графикалық материалдар, тесттік материалдар қолданылады. Әрбір деңгейден өткен сайын бала сол жерден тілді жеңіл үйренеді. Мысалы, тіл құрал қосымшасы былтырғы жылы семинарда таныстырылды қазақ тілі мұғалімдеріне. Өте жатық, жеңіл екен қосымшаны үйрену. Қосымшадан тіл үйрену өте жеңіл екен. Және де біз осы қосымшаларды оқушыларға да ұсынып жүрміз, ата-аналарға да ұсынып жүрміз. Соңғы жылдары бізге ұлт өкілдері арасында мемлекеттік тілді үйренуге деген қызығушылық артып келеді. Сол сияқты олардың күнделікті өмірі мен қызметіне қазақ тілін көп көмегі тиіп жүр екен. Мысалы, Алексей Лодочников, ол қазақ тілінде сөйлеп, домбырада тартып, қазақша әнде айта алады. Қалай ойлайсыз, қазақ тілін үйренуде жастарға қандай мотивация ұсынуға болады? Енді мотивация жаңа айтып кеттік, мысалы жаңағы мамандығын алғаннан кейін жұмысқа тұрарда қазақ тілін талап етуі мүмкін дедік. Одан басқа тіл білу деген қазір сәнге айналған. Тіл біліп, өзінің ортасында, қазақ тілді ортада өзінің білімін, өзінің біліктілігін, өзінің беделін көрсетуге болады. Мысалы, сондай мотивация беруге болады. Жақсы, және де тіл үйренуге еш кедергі жоқ. Барлық қажетті құралдардың барлығы бүкіл жерде бар, барлық жерде бар. Тек қана ниет, қалау болса болды. Және де қазақ тілді ортада өзін еркін сезінуге, тіл білгеннің пайдасы өте зор деп ойлаймыз. Ал сіздің тәжірибеңізде қазақ тілін нөлден бастап үйренген оқушылар болды ма? Әрине, бізге бірінші сыныпта келген оқушы, ол бізде нөлден бастап үйренеді деуге болады. Өйткені біз оларға біріншіден әріптерді үйретеміз, екіншіден қазақ тіліндегі қорын көбейтеміз. Бірінші сыныптан бірінші сыныпқа дейін өзі мектепті бітіргенде қазақ тілінде сөйлеуге, ойлауға, тыңдауға үйреніп шығады балалар. Сондықтан барлық оқушы бірінші сыныпқа келген оқушылардың бәрі нөлден бастап үйренеді. Біздің ойымыз мектептен өзге, мысалы балаларымыз балабақшаға да, ол жерде де қазақ тілі пәні жүреді, яғни қазақ тілді балаларға да, басқа өзге ұлт өкілдерінің балаларына да қазақ тілді пәні жүреді. Яғни іргетасымыз біздің балабақшадан бастап қаланады, бірақ
қазақ тілін үйрету мектептің еншісінде деп есептейміз. Яғни біз мектепте 11 жыл бойы мектепте білім аламыз, 11 жыл бойы қазақ тілін үйренеміз. Яғни 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін, яғни бұл кәдімгі ұзақ уақыт, 11 жыл бойы қазақ тілін үйрену. Күніне, мысалы, аптасына неше рет болады? Бізде қазақ тілі 2 рет, 3 рет, 4 рет болады. Сонда біз ешқандай ұмытып қалмаймыз қазақ тілін. Яғни үйренеміз, үстіне дамыта бастаймыз. Яғни қазақ тілін үйренудің ең көп еншіленетін уақыты мектеп жасы деп ойлаймыз. Қазақ тілін үйренуге мемлекеттік қолдауды күшейту қажет деп ойлайсыз ба? Мысалы, тегін немесе жеңілдікпен курстар ашу, тіл үйрену клубтары сияқты. Бұнда тіл үйренуші тілін жаттықтыра алады және тілдік кедергілерді жеңе алатындай. Сіздің ойыңыз? Мысалы, бұл қазақ тілін үйрену курстары және тіл үйрену клубтары бізде тегін мемлекет тарапынан ашылған. Оларға кез келген тіл үйренгісі келетін адам барып жазылуға болады. Және де бұдан бөлек біздің мектепте де мысалы тіл үйрену клубын ашып, сол жерде мысалы қалаған оқушы келіп оқуына болады. Кедергі жоқ деп ойлаймын тіл үйренуге, өйткені бұл бізде өте үлкен мүмкіндіктер жасалған. Мемлекет тарапынан да және де біздің белсенді волонтерлар дейміз ғой, еріктілер тарапынан да тіл үйретіп жатқан клубтар, курстар өте көп. Және де тілін жаттықтыруда, тілдік кедергілерді жеңе алуда да адамға психологиялық көмекте көрсетуге болады. Сонымен қатар мен айтып кететінім, біздің орыс сыныптарындағы оқушыларымыздың қазақ тілінің қалай меңгергенін біз былтырғы жылы қыз сыны, жігіт сұлтаны деген байқаулар ұйымдастырған болатынбыз. Сол байқауларымыз, соның бір көрінісін айтсақ, қандай да бір мысалын келтірсек, сол байқауларымыз бізде тек қазақ тілінде жүрді. Өздеріңіз қатыстыңыздар, Жан, Милан, өздеріңіз қатыстыңыздар. Қазақ тілінде өздеріңізді таныстырдыңыздар, барлық өнерлеріңізді қазақ тілінде көрсеттіңіздер, қазақ тіліндегі сұрақтарға жауап бердіңіздер. Жасаған ойларыңыздың бәрін қазақ тілінде таныстырдыңыздар, бұның бәрі яғни сіздердің қазақ тілді аудиторияда жеңіл және де тез сіңіп кететіндеріңіздің болашақта қазақ тілді аудиторияға жеңіл әрі тез сіңіп кетулеріңізге септігін тигізеді. Яғни қандай да бір практикада қолдандыңыздар қазақ тілін, үйреніп жатқан қазақ тілін мына жауып қана қоймай, оны ашып, жаңағы өздеріңіздің өнерлеріңізде, білімдеріңізде практикада қолданып, өздеріңіздің тіл үйренудегі деңгейлеріңізді көрсеттіңіздер. Бұның барлығы, яғни сіздердің тіл үйренуге деген қарым-қабілеттеріңіздің, ынта-жігерлеріңіздің жоғарылығын, қызығушылықтарыңыздың жоғарылығын көрсетеді. Жауап бергеніңіз үшін рахмет. Ал біздің аудиторияға қандай тілек айтасыздар? Осы қазақ тілін үйренуде сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Тіл үйренуден қорықпаңыздар. Және де сіздерге көмек мүмкіндік өте көп екенін айтып кеткім келеді. Жанар Егенбаевнаның тілегімен келісем, тіл үйрену қашанда кеш емес, тілді үлкен кісілер де үйрене алады, тілді еңбектеп жүрген, тілі шыққан баладан бастап үлкен кісілерге дейін үйрену. Тіл үйрену ешқашан кеш емес. Сол қай тілді үйренесіз, қазақ тілін ба, ағылшын тілін ба, сол тілдегі ортамен көп жүріңіздер, сол тілдегі ортада көп қарым-қатынас, тәжірибе бөлісіңіздер, үйде бір-бірлеріңізбен қазақша сөйлесіңіздер, достарыңыздың арасында қазақша сөйлесуге болады. Яғни бұл жаттықтыру, өз-өзін адам жаттықтыру болсын. Құрметті ұстаздар, сізге тілектеріңізді үшін рахмет. Осымен біздің подкастымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.